Білім. Жастар өмірінде маңызды рөл ойнайтын жарқын болашақтың негізі. Білім алып, қабілеттерін шыңдап, тәжірибе алмасу арқылы жас өреннің талабы артып, көп мүмкіндікке ие болады. Оқудың арқасында ол кәсіби тұрғыда дамып, мансабында зор жетістікке жетіп, тұлға болып қалыптасады. Бүгінде елімізде талапкерлер үшін мүмкіндік пен таңдау көп. Олар өз жерімізде кез келген салада білім алып, қалаған мамандығын игере алады. Кей жастар қоғамның рухани дамуына өмір бойы қызмет ету үшін діни білім алуды жөн санайды. Қазақстан аумағында сапалы діни білім алуға болады. Ол үшін елімізде 13 оқу орны жұмыс істейді. Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университеті, Елордадағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті, шетелдік жоғарғы оқу орындарынан еш кем түспейді. Бұл білім ордаларында дін тану, ислам тану және теология бағыттарында 4000-нан астам маман даярланып жатыр. Дін, мәдениет және салт-дәстүр сабақтастығы ұлттық құндылықтарымызды сақтап, тарихымыз бен өткенімізге құрметпен қарауға көмектеседі. Дін мен мәдениетті ұштастыра отырып білім алса, студенттер түрлі мәдениетке құрметпен қарап, толеранттылық танытатын болады. Қазір Қазақстанда елдегі қоғам құндылықтарына сай рухани даму үшін барлық жағдай жасалған.